Қайырлы күн достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге шиеден варенье жасап көрсетемін. Қайнатылған вареньені тәлкеге салып, қандай болғанын, түсін, түрін көрсетіп жатырмын. Бірінші шиені суға салып жуып аламыз. Тек қайтара жуу керек, тазалап. Шиенің ішіндегі өзінің соғын шығарып жібермей жайлап жуып, жуған шиелерімізді екінші ыдысқа салып аламыз. Осылай бәрін жуып алғаннан кейін, бұл жерде менде 10 килограмм шие, 10 кило шиеге 6 килограмм шекер қосатын болам. Біріншін осылай бір қатар қылып шиені сабалам керсеніме, одан соң шекер салам бетіне. Екінші тағы да шиені салып, кейін шекер салып, осылай алма кезек қайталап шекерлейтін боламыз. Шекерлеп болғаннан кейін, мен кешке шекерлеп жатырмын. Бір түн тұрғаннан кейін таңертеңгісін осылай үлкен керсенге аударып қайнататын боламыз баяу отта. Негізі шекерлей салып та қайната беретіндер болады, бірақ мен кешкісін шекерлеп, таңертеңгісін қайнатамын. Езілмей әдемі болады, түрі, түсі. Қайнағаннан кейін осылай көбігін алатын боламыз. Жақсылап көбігін аламыз. Көбігін алған кезде де көп вареньенің шырынымен көп кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да мен сіздерге лайфхагын айта кетейін. Көбік алғанда, көбікті салқындатқаннан кейін қайтадан осылай көбігін бір шетке жинасаңыз, астындағы сұйықтығын қайтып вареньеге құюға болатын болады. Осылай құямыз қайтып. Сонда азғандай ғана көбігі өніп шығатын болады. Міне вареньеміз қайнап болды, дайын болды. Енді осыны тәлкеге салып аламыз. Сосын шетінен банкілерімізді дайындап, жуып, тазалап, парлауға дайындайтын боламыз. Вареньенің түсі осындай болады. Қақпақтарымызды бір ыдысқа салып қайнатамыз да, оған банкінің үстіне төңкеріп 5 минуттай парлайтын боламыз. Барлық банкілеріміз парлап алғаннан кейін, парланған банкілерімізге шетінен қайнап тұрған шетіне салған вареньемізді құйып жабатын боламыз. Мен 2 литрлік банкке жауып жатырмын. Бұл жерде 10 килограмм шиеге 6 килограмм шекер қостым. Менде 13 килограммдай, 13 литрдей варенье шығады. 2 литрден 6 банкі жаптым. Ешқандай су қоспайым. Шекердің өзі шиенің суығын бөліп шығарады. Бір түн тұрғаннан кейін өте дәмді болады. Түсі де, реңі де әдемі болады. Осылай қақпақты жауып тастаймыз, айналдырып тексеріп көруге болады, крышканың жақсы жабылған, жабылмаған. Шаны төңкермеймін, осылай тіке қойып қоям. Менде 2 литрден 6 банкі шықты. 13 литр болды. Достар, менің рецептім бойынша жасап көріңіздер.
өте дәмді варенье шығады.